Видеоны соңына дейін қараңыз, мен сізге оқушыға АТФ-ті қалай оңай түсіндіру жолын көрсетемін. Так, оқушыларға АТФ молекуласының құрылысымен таныстыру үшін оларға оқушыларға мынандай қағаздардан немесе пластилин сазбалшықтан осындай модельдерін жасап үйретіңіз. Енді АТФ молекуласы бұл энергияны сақтайды және энергиямен қамтамасыз етеді. Енді АТФ молекуласы қай жерде энергияны сақтайды және қалай оны береді, соны қарастырайық. Ол негізі мынау фосфат топтарының арасындағы байланыста болады, макроэнергиялық байланыс. Мынау бізде рибоза қанты, мынау аденин. Енді мынау фосфат топтарының арасындағы байланыс үзілген кезде энергия бөлінеді. Оны былай анимациямен көрсетуге болады. Мына бірінші фосфат үзілген кезде бізде АТФ-іміз неге айналады? Дифосфатқа айналады. Неге? Екі фосфат тобы қалады. Мына бөлінген байланыстан энергия босап шығады, сол энергия қолданылады. Енді АДФ болып қалды. АТФ ол АМФ-ке айналмаған, яғни монофосфатқа. Ол қалай жүреді? Ол мынау бірінші және екінші фосфаттың арасындағы байланыстың үзілуі арқылы жүзеге асады. Сол кезде бізде монофосфат болады. Енді монофосфат дифосфатқа айналу үшін бір фосфатты өзіне жалғайды. Ол үшін энергия қажет. Және үшінші фосфатты жалғау үшін де энергия қажет. Бұл фосфаттарды байланыстыру үшін энергияны біз қоректену арқылы, мысалы, глюкозадан алынған энергия қолданылады.